Сәлем қыздар, бүгін тауықтан жасалған өте дәмді жұмсақ пиццаны рецептісімен бөлісемін. 250 мл жылы суымызды қоямыз, ыстық болып кетпесін, а то дрожжымыз пісіп кетеді. Бір қасықтай дрожж саламыз, 1 чайный ложка сахарды, 1 чайный ложка тұзымызды салып, одан кейін кішкене сұйық май қосып араластырамыз. Үйіңізде осындай ұн өткізетін елек болса, осымен істеген жақсы болады, өте жұмсақ болады қамырыңыз. Жаймен ұнымызды салып, жұмсақ қылып қамыр елейтін боламыз. Қамырымыздың бетін қалың қылып орамалмен орап, 1 сағат 1,5 сағатқа алып қоямыз. Қамыр көтерілгенше начинкасын дайындаймыз. Тауық төс еттерін осылай қуырып алатын боламыз. Соусын дайындаймыз. Соусын описанияға жазып қоятын боламын. Қамырымыз көтерілді, осыны теңдей қылып 2 бөлікке бөлеміз. Яғни осы рецептпен 2 пицца шығады. Осындай противнімізге майлап алып, тестамызды жайып шығамыз, немесе пергаментке де жайсаңыздар болады. Бұл пиццаның құпиясы осы манная круппада. Манная круппаны өстіп қамырдың үстіне жайып шықсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Енді үстіне соус жабып шығамыз. Бұл соус готовый соусты алсаңыздар да болады. Махиевтің Цезарь деген соусы бар ғой, соны алып жақсаңыздар да болады. Одан кейін үкіштен өткізіп, міндетті түрде сиырымызды саламыз. Одан кейін тауықтарымызды черри қызанағын салып, тағы да үстінен сиырды салып шығамыз. Өздеріңіздің духовкаларыңызға қарайсыздар, бірақ мен 220 градусқа 15 минутқа салып пісіріп алдым. Егер де духовкаларыңыз тез пісетін болса, 180-190 градусқа пісірсеңіздер де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ас болсын.